Армысыздар, құрметті көрермен. Бүгін 2023 жылдың 18 қаңтары парламент мәжілісінің ғимаратындамыз. Бүгін біз депутаттардың алдында Батыс Қазақстандағы ереуілге шыққан мұнайшылардың мәселелерін көтердік. Өздеріңіз білетіндей, Батыс Қазақстан Бөрлі ауданы Ақсай қаласында ереуілге шыққан мұнайшылар 3-ші күн бойы әлі тарқаған жоқ. Олар өздерінің айлығын 50%-ға көтерсін деп отыр. Кеше түнде олар президент Тоқаевқа видео үндеу жолдады. Қазіргі қымбатшылыққа байланысты және денсаулыққа зиян келетін жұмыс орын болғандықтан басшылықтан еңбек ақысын 50% мөлшерінде көтеруді талап етеміз. 2023 жылы 16 қаңтардан бейбіт шеруге шықтық. Күннің суығында 2 тәулік өтті. Басшылық бұл талаптарымызды орындамады. Осы мәселемізді шешіп беруіңізді сізден талап етеміз. Сұраймыз. Қолдаймыз. Осы видеодан кейін бүгін таңертең тағы мұнайшылармен сөйлескенбіз. Олар айтады, біз әлі тарқаған жоқпыз. Бізге 3-ші күн бойы қатарынан тұрмыз, міне бізге әлі ешкім келген жоқ дейді. Біз бұл мәселе жөнінде облыс әкімі Нариман Төреғалиевтен пікірін сұрағанбыз. Ол кісі айтады, жұмысшылардың талабы орынсыз дейді. Мен өзім ойымша талаптар орынсыз деп ойлаймын. Бірақ жұмысшылар әкімнің сөзімен келіспейді. Аталған мәселе жөнінде біз парламент мәжілісінің депутаттарының бір емес бірнешеуіне сұрақ қойдық. Олар не дейді? Мәселеден хабардар ма? Жалпы не ойлайды? Тыңдай отырыңыздар. Енді қазір қарап отырмыз. Бұл жердегі мәселе мынау сол жердегі шаруашылық субъектілерінің ішіндегі негізгі проблема. Бұл мәселені кәсіподақ, сонымен бірге сол кәсіпорын өздері бірлесіп шешу керек. Мамандар айтады, мысалы, кәсіподақты сол компания құрған кезде өздеріне лояльды адамдар жинап алады да, сол кәсіподақтың көбінесе абырой болмай жатады дейді мәселені шешу. Енді солай да ойламайсыз, бұл жерде мәселе сондықтан жетіп тұрған жоқ осы мәселеге. Мен өзім де кәсіподақта істегем. Иә, біз білеміз. Бұл жердегі ең негізгі мәселе сол жердегі азаматтар, егер кәсіподақтың басшылары оларды қанағаттандырмайтын болса, онда олар кәсіподақтың басшылығын өзгертуге құқығы керек. Ал енді кешегі облыс әкімінің сөзіне қалай баға берер едіңіз? Ол кісі айтады, талабы орынсыз дейді. Дәл осындай жағдайда өте бір адамдар коммуникацияның жоғарғы бір деңгейіне шығу керек. Бұндай сөздер менің ойымша орынсыз. Енді айлыққа байланысты мәселелер ол жергілікті мәселелер. Иә. Әр компанияға байланысты, ол компанияның мүмкіндігіне байланысты. Сондықтан жер оны кәдімгідей сол жерде қарау керек, барлығын салыстырып. Әрбір компанияның мүмкіншілігі жағын айлықтарын көтеруге жоқ па? Мүмкін айлықтарын көтерем деп банкротствоға кетіп қалатын болар ол компания. Сондықтан оны мынанікі дұрыс, мынанікі дұрыс емес деп кім айта алады оны? Бірінші естідім. Сіз бірінші естідіңіз ба? Неше күннен бері әлеуметтік желіде тарады, естіген жоқсыз ба сонда? Әрине, енді қайтпаса екі жақ бәрі тіресіп тұрса өшігеді, әрине. Енді бір мәмілеге келу керек қой бұл жерде. Сұранып жатқан болса ол кісілерге түсіндіру керек. Болатын жерді болдыру керек, болмайтын болса оны дәлелдеу керек. Меніңше болатын сияқты, өйткені қазір осы қай саланы алсақ та барлық жерде қазір де депутаттар көтеріп жатыр. Біздер арасында делдалдар көп. Сол делдалдардың жаңағы кесірі осы бағаға келіп тіреліп бар. Кәсіподақтарымыз бар емес пе? Осы жерде кәсіподақтар өзінің жұмысын көрсету керек. Екі жақтың сөйлесіп, екі ортада жаңағы мәселе көтеріп жұмыс істейтін кәсіподақ. Өкінішке орай осындай жабайы тәсілдерге, сондай жаңағы мәдени қарым-қатынастың жоқтығынан сондай жабайы әрекеттерге барамыз. Мысалы, сол азаматтардың қыстың кезінде жаңағы қиналып көшеде тұрғанның өзі оңай нәрсе ме? Сол үшін адамгершілікке жатпайды. Ол 50% ба, 40% ба, 30% ба, оны сол заводта жұмыс істеген бастықтар бар ғой, сол шешу керек қой. Енді олар шешілмегендіктен халық шығып тұр ғой. Шешіледі ол, шешілмей қалай ол халық сұрағаннан кейін шешіледі деп. Яғни орындау керек талабын деп ойлайсыз ғой компания. Компания талапты орындау керек деп ойлайсыз ба? Орындау керек. Қалай орындамайды? Оның бәрін көру керек қой, қалай жұмыс істеп жатыр. Оны аз айта алмаймыз. Бірақ оның қалай не болған болса, соны көру керек, мен білмеймін. Кез келген осындай митинг болсын, осындай жұмысшылардың талабы болсын, бұл тек қана бір әкімнің шешімімен емес, жұмыс берушінің, орталық биліктің, жалпы комиссияның шешімімен шешілу керек. Осы уақытқа дейінгі жұмысшылардың талаптарын өздеріңіз көріп отырсыздар.
бос жерден шығып отырған жоқ. Сондықтан оған бірден жаңағы бұлардың шешімі орынсыз деп жауап беру меніңше сол жауаптың өзі орынсыз. Сондықтан ақылдасып, жаңағы айтқан өкілетті органдар барлығы ақылдасып шешу керек. Жайдан жай бұндай митингілер пайда болмайды. Я думаю, что ситуация накаляется, но это очевидно и ясно, да, это даже не вопрос. Вместе с тем, я бы хотела отметить, что все-таки у нас этот бизнес, он связан с частными инвестициями и частными компаниями. И на сегодняшний день частные компании очень часто, к сожалению, демонстрируют очень много требований к условиям там, государственного регулирования, законодательного регулирования, но сами свои социальные, трудовые обязательства перед людьми, которые у них работают, не выполняют. Вот сейчас, сегодня на пленарном заседании, допустим, наш коллега Азат Турлыбекович делал комментарий о том, что госмонополизм развит, что мы там бизнесу не даем работать. Но заметьте, как только встают вопросы оплаты труда, госбизнес старается, то есть бизнес сам, да, старается из этих вопросов уйти и всю эту ответственность переложить на государство. Но так не бывает. Если вы получаете прибыль с этого бизнеса, а вы получаете прибыль, будьте любезны найти решение проблемы в рамках действующих законодательных норм. У нас все возможности для этого урегулирования есть.